Ассалаумағалейкум қазақ халқым. Осы бірінші отырыстан кейін халықтың көптеген сұрақтар болды. Соған байланысты біздің бас қорғаушымыз Мейірман Шекеев ағамызбен және Қаржабай ағамызбен сіздерге бір түсінік берсек. Мейірман аға, қазіргі таңда қазақтың басты сұрағы неге бұзақылық бабы бойынша іс тергелген? Соны айтып өтсеңіз. Енді ол мысалы біз тергеу әрекеттеріне біз өзіміз тікелей қатысқан жоқпыз. Сондықтан ол бұрынғы адвокаттардың әрекетіне біз жауап бере алмаймыз. Бірақ сотқа осы көп азаматтарға бұзақылықпен өткен. Қазір мен айттым ғой, іс материалдарын зерттеп отырып, кейбір жерде бұзақылық емес, басқа баптарға саралану қажет деп санаймыз. Оны біз өз кезегінде сот тергеу дейді ғой, өзі жасайды, сол кезде соның нәтижесінде біз ондай өтініш шығарып түсіреміз. Керемет. Және де осы көп халық жаңа адвокаттар қайдан пайда болды деген мысалы сұрақтарын қойған болатын. Негізінде Мейірман Шекеев ағаларымыз өзінің командасымен іске ертерек қатысты. Ол сіздер Бақтыханның ісінен бастап осы отбасымен біргесіз, дұрыс қой? Иә, бастапқыда халық ішіне келіп менің кезім Қаржабайға барып көңіл айтып кеткен болатын. Ол кезде Қаржабай үйінде болған жоқ. Анасы бәрі танып, сол кезден бастап маған жаза бастады, осы кісінің ісін сіз алыңызшы деп. Ол бойынша маған Нұрсұлтан Өтепбай да ұсыныс жасады. Бірақ білмеймін, сәті түспей қалды. Қаржабай ағаның өртенген үйіне байланысты осы спутниктен сол уақытта үйдің жанында қандай мәшіне адамдар бар екен тексереміз деді билік өкілдері. Менің ойымша Нұрқанаттың ең бастысы өлімі кезінде оның жанында кім болғандығын сол спутниктен қарау керек деп есептеймін. Себебі үй дегеніміз ол үй. Қанша естелік болса да ол зат, ол Нұрқанат отбасының мүшесі. Нұрқанаттың ісі әділ шешілетін болса, әділеттілікке жететін болса, бүкіл отбасы менің ойымша жүрегіне тыныштық табады деп ойлаймын. Сот осы 17-18 болады. Барлықтарыңыз сол сотты қарап, қадағалап, жоғарғы соттың сайтынан, YouTube каналынан қараңыздар. Ол отбасына үлкен қолдау болады. Барлығымыз біргеміз, әділеттілікке бірге жетеміз. Оян қазақ, көзіңді аш, көтер, басты. Орыстардың Мәскеуде істегенін көрдіңдер ғой. Яғни Мойшада жүрген қырғыз, өзбек, тәжіктерді барлығын сабап, бостан бос документтерін тексеріп, кім оларға осындай құқық берді? Заңды жұмыс жасап жатқан адамдардың мысалы үшін. Кейін енді Қырғызстан нота протеста жүріп жатыр дейсің, естіген жасың. Бұл әлі басы ғана. Оларда ондай көбейген. Ресейдегі нацизм дейтін нәрсе өзінің үлкен бір деңгейіне келе жатыр да. Қазақша сөйле десе нацист деп жатыр. Бос әңгіме. Нацизм сол Ресейде пайда болған. Қараңдар, русская община, скинхед, бритоголовый, анау дейтіндер көбейіп кеткен. Иммигранттарға тиісу деген сияқты. Өздеріндегі проблеманы көрмейді. Міне, осыларды айту керек. Міне, көрдіңіздер ме? Орысша сөйле деп. Сондықтан сен де Қазақстанда жүрсің бе, қазақша сөйле. Ол бізге де керек нәрсе. Бірақ біз олай ұрып салмаймыз. Біз ондай ақымақ емеспіз. Әдеби тұрғыда түсіндіріп тырысу керек. Оны түсінбесе, ол айлағын байлап, ұрмай соқпай, сол елге, сол сөйлейтін еліне жіберу керек. Болды. Достар, жылдар билікке келген кезде ресейшілдер билікте мемлекеттік қызметте мүлдем отырмайтын болады. Жалпы жағдайлары қиын болады да, олар өте қиын болады. Осы бастан ескертіп айтып отырмын ғой, ойланыңдар. Сендер қазақтың болашағына балта шауып жатсыңдар. Дос боламыз сөзсіз, экономикалық тұрғыда басқа жағынан да дос боламыз, қарым-қатынас жасаймыз, сауда жасаймыз, бірақ ол мемлекетке жол беру емес. Біздің ішкі саясат қараласып, біздің белсенді азаматтарды тұтқындауға, шетелде қудалауға, өлтіруге деген сияқты. Біздің журналистерге сен маған айтасың деген сияқты. Жоқ, өзіміз білеміз да, не нәрсе істесек те. Өзіміз білеміз. Қазір олар барлығына араласып жатыр. Бүкіл біздің сауда орындарын, бүкіл базарлар болсын, заводтар болсын, фабрикалар болсын, тіпті жерімізді барлығын сатып алғаннан бөлек тегінде алып жатыр. Мінекей, өздерінің азаматтарын шақырып жұмысқа орналастырып отыр. Қытайында сол қазақ жүр қанға. Сіздерге жақсы жаңалық айтайын достар. Мынау Украинаның қарулы күштері
өзінің шекараларын мықтап бекітумен қатар олар қазір мынау Белгород аумағында бірнеше Ресейдің елді мекендерін басып алған. Және бұл жалғаса берсе, алдағы уақытта Белгород облысының жартысын алатын сияқты. Армысыздар қазақ елі, қайырлы күн. Бүгін 14 сәуір. Жаңа жолда келе жатқан кезде маған бір бауырым бір видео салып, "Мына қараңызшы, сіздер неге айтпай жатсыздар, осы жағдай халық ескертті" дейді. Ол жерде Қазақстан мемлекеті 24-25 сәуір күні Ресейдің одақтас мемлекет болып құрамына кіреді деген видео жарияланды. Сонда 10 мыңға тақау адам, ол бір видеода 10 мыңға тақау адам комментарий жазған екен. Сол менің айтайын дегенім, жалпы Қазақстанда, Қазақстан емес, біздің мына Ресей көршілес мемлекеттердің бәрінде, Грузия болсын, Молдова болсын, Ресейдің кремлоботтық сайттар жұмыс істейді. Ол сайттар 10 шақты, мүмкін 20 шақты, оны біздің мемлекеттің мына ақпараттық технология жағының министрлігі жоғалтып жібереді екен, ол қайта шығады екен, жоғалтып жібереді екен, қайта шығады екен де. Соған қарапайым адамдар, көптеген адамдар сенеді де, рас деп соған шулап, және бізде шетелде отырған 200-ге тарта чиновник бар, қашқын бізден ұрлаған жемқорлық чиновниктар. Олар $1 миллион, $500 миллион емес, олар Қазақстаннан Дубайда отырған 200 чиновник бір 300 миллиард, мүмкін одан да көп ақша ұрлап кеткен. Біздің Қазақстанның ұлттық қорында ондай ақша жоқ. Қазір оларды көптеп қамайтын болса, олар ана ақшалармен бізді Ресейдің мына ұлттық қауіпсіздік комитетіне, Ресейдің біздің құртқысы келетін жауларымен бірігіп біздің мемлекетті төңкеріп салуға анандай ресурспен дайын отыр да, құрметті бауырлар. Біз әрине қазақ ұлты бұған өзіміздің де көп кінәларымыз бар. Сол ұрылардың салған мешіттеріне барамыз. Сол ұрылардың салған мешіттеріне 100 мыңдап барып тамаққа таласамыз. Оның бәрін Ресей көріп отыр, оның бәрін қашқын чиновниктер көріп отыр. Қазақ қандай жағдайда тамаққа таласпаған қалып болатын, қандай жағдайда қазір аштық емес, көжеге таласпаған қалып болатын. Қазір міне сондай жағдай болып отыр, соның бәрін қашқын чиновниктер де көріп отыр, Ресей де көріп отыр. Содан қолдан жасаған сайттар арқылы бізде сондай ақпараттар таратып отыр. Ол сайттарды бізде жоғалтып жібереді, бірақ қайтадан шығарады. Біздің Қазақстан мемлекетінің қазір ұлттық қорында да, жалпы мемлекетімізде сондай көп қаржы жоқ. Өйткені қаржының көбін сол ұрылар алып қашып кеткен. Сондықтан осы жақында осы туралы әңгіме таратқан мына Талғардың тұратын азамат Эльвира Вайс дейді, азаматша. Мен оны бас ұлт өкілі ма деп былай қараған, бірақ қазақ шығар деп сөйтсем қазақ ұлтының өкілі екен. Эльмира Вайс деген каналының аты жөні Эльмира Кулакова Бақытжанова екен. Енді өзіміздің ішімізден шыққан жаулар сондай ақпарат таратып жатыр да. Біз Ресейдің құрамына кіреміз, осы сәуірдің аяғына шейін Ресейдің мына ұлттық қауіпсіздік комитеті келіп Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетін белгілеп тәртіпке келдіріңдер. Қазақстан мемлекетінде бірінші тіл орыс тіл болады деген сондай ақпараттар таратып жатыр. О да азаматты мен азаматшаны сотқа бердім. Енді қазір бақылап отырмын, қай жақтар қарып жатыр деп. Біздің ішімізде жаңа мен комментарийді оқытып шошырдым. Көптеген жаулар бар екен, Ресейге кіруді қалайтын, және оның ішінде қазақтар да бар екен. Біздің екі отанымыз Қазақстан дейтін басқа ұлттар өкілдері де бар екен, біз сияқты. Сондықтан құрметті қазақстандықтар, құрметті қазақ бауырлар, екі дүниеде туған жеріміз, отанымыз Қазақстан. Діни көзқарасымыз келмесе де, экономикалық жағдайда мемлекетті қатты сынасақ та, бірақ мемлекетіміздің бір тұтастығы, егемендігі, шекарамыздың тұтастығы жағынан біздің ойымыз бәріміздің бір жерде шығуымыз керек. Бәріміз со жағынан біз мемлекетіміздің қорғаны болуымыз керек. Жатса тұрса мемлекетті құлату, президентті құлату ойларында тұрған мына шетелдегі қашқын чиновниктердің ақпараттарына сенбеңіздер. Оларда миллиардтаған қаржы бар. Жатса тұрса Қазақстанның егемендігіне қол сұққысы келіп отырған Ресей патшалығының бізде жүргізіп отырған сайттарының сөздеріне сенбеңіздер. Құрметті Қазақстанның президенті, бас қолбасшы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, құрметті Қазақстанның бас прокуроры Берік Алдабергенов, құрметті Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің бірінші басшысы Ермек Сағынбаев, сіздерге мен бүгін үндеу жариялап тұрмын да. Қазақстанда төніп тұрған қауіп қатердің алдын алып, ұлттық бір идеологияға бет бұрмасаңыздар, жаңағы жазылып жатқан видеолардағы сөздерден адам шошиды. Біз жазып жатқан арыздардағы жаңағы Эльмира Кулакова секілді азаматшаларға әртүрлі біздің тараптан қазақ елім, қазақ жерім деген азаматтар жағынан сотқа біз беріп жатырмыз.
сондай істерді аяғына шейін жеткізіп, ондай адамдарды бізге ашық сепаратизм, ашық терроризмді үндеп отырған, экстремизмді үндеп отырған азаматтарды жаңағы Эльмира Кулакова секілді соттап, не болмаса Қазақстан жерінен ондай адамдарды көптеп депортациялау керек те. Оның ұлты маңызды емес, ол қазақ ұлтыма қайып болса да маңызды емес те. Ондай адамдарды 18-20 жылға соттау керек, не болмаса депортациялау керек. Сіздерге менің өтінішім сол, өйткені біздің екі дүниеде жалғыз отанымыз Қазақстан. Құрметті бауырлар, біздің қазақ елінен басқа отанымыз жоқ. Сондықтан отанымыздың егемендігін, қанша ғасыр өзі эгалитарлық қоғам болған, қазақ мемлекеті нағыз эгалитарлық демократиялық мемлекет болған. Біздің тарихымызда патшаға бағыну, хандардың алдында дүзерлеу, императорлардың алдында дүзерлеу деген болмағанда, бізде тең құқықтық демократиялық адамды сыйлаған жерұйықтық мемлекет болған. Сол жерұйықтық мемлекетіміз қазіргі конституциямыз. Бірақ мемлекетіміз, бірақ отанымызды сақтап қалуға бәріміз әрекет жасап еңбек етейік. Аман болыңыздар қазақ елі.